Қазір ТикТокта Гаухар Танашева деген депутат бар ғой. Бүкіл жерде жаңағы берген сұхбаты, и оны қазір көп адам қолдап жатыр, иә. Мен де соны сөзін жалғастырсам ба деп қоямын да, өйткені мен официант болып істедім да неше жыл. И бізге постоянно қонаққа, мен анда премиум ресторанда жұмыс істейтін в основном депутаттар келеді. Либо обычно даже кофейнядан, байлардың ЖК-сындағы кофейняға жұмысқа тұрасың ғой, официант болып. Сол жерде де жүреді олар постоянно. Астына түсіп кофе, завтрактарын сол жерден ішіп жеп кетеді, иә. И олардың сен осознанно естімейсің, хочешь не хочешь естисің. Сенің алдыңда премиум, ойбай, мынандай күшті шикардосный адам отырғаннан кейін сен қасында тұру керексің, олардың робот болып ше, әңгімесін естисің. И олар қалай істейді? По сценарию дейді, жаңағы болатын нелердің бәрі, оларда реально по сценарию болады. Мысалға вип-кабинка менің очередім болса, официантпын ғой, мен сол депутаттарды бүгін обслужить етемін, 10 адам келетін болса, бесеуіне бір-біріне напротив отырады. Сосын столдың үстінде жаңағы қағаздарын, бірден тамақтарын ішіп болғаннан, либо до, либо после тамақтан кейін жаңағы переговор басталады оларда. Сосын айтады бай деп. Сен осылай деп айтасың, мен осылай айтып қайтарам. Сен осылай проблеманы көтере сал, иә, давай. Халық ва деп сен жақтасын дейді ше. Негізі кім біліп тұрсыздар ғой, кім екенін постоянно деп ше, халық үшін тапит етіп жатқан сияқты түр жасайды да ше, қасындағылар. И на самом деле это все по сценарию. Конкретно айтамын, мен ондай жағдайдың көбісін көргенмін. И мысалға үкімет халыққа полный игнор жасап отыр деп тұр ғой. Тағы бір сұхбатында ол кісі. Я, ол айтайын ба, олардың қазір қолы депутаттардың немен босамай жатыр. Қайта астананың жолдарын негізі кішкене ойлансаңдар, кірпіш заводтың бастығы деген сияқты жолдардың бәрін қайта бұзып соқ қалтасына басатқан ол сол жақтағы адамдар, вышкада отырған. Сол жерде отыр, өздерімен өздері келісіп, оларда целый клан. Олар өздерін депутатпыз демейді, олар клан, олар дөкей болып кеткен, оларынша бай 2-3 әйелден бар. Оларша демалған кезде сендер түсінбейсіңдер. Мысалға мен жаңағы күшті ресторанда жұмыс істедім ғой. Оларда задний вход деген бар. Олар ресторанның артынан кіреді, бычт болып жатқан жерден. Олар алдынан кірмейді. Олар артынан кіреді да. Сосын бір уақыттан кейін олар қыздарды заказ береді. Под конец. Сосын қыздармен шығып кетеді. Қыздар, бізге касса жасайды, ана қыздарша. Өздеріне заказ береді, шетіндерін, ана жаңағы папашкаларына заказ береді. Бітті ана жерде ше, кассаң двойной, тройной көтеріледі. Сол жерден біз олардан ақша көреміз, Енді официант болғаннан кейін біз процентке жұмыс істейсің, окладқа жұмыс істемейсің, сенің жұмысың продажа, сату. Ең қымбат нәрсені әкелсең, әкел дейді. Сен оған ең арзанды әкелсең, ол өзі тыр жеп қарайды, что это такое? Это что? Ужас қой анау, нормально. Әкеш менюіңді неғып тұрсың? Олар кейбіреулер ішіп алғаннан кейін маскалар шешеді, бәрінің басында бәрі культурно. Қарындасым айналайын, атың кім дейді. Даринамын десем. Қай жақтың қызсың, Таразаға десем, өзіміздің қыз екен, өзіміздің деп арасынан біреу шығады. Сосын руың қандай десе, осындай десем, мынау біздің ру ғой деп екінші шығады. Сонымен дейсің да, сөйтіп күліп настроениемен олармен уже не істейсің, ішіп алғаннан кейін бітті мал қора болады ана жерше. Жаман мал қора болады. Ладно, допустим, одан бөлек кете берейік дальше. Сосын олардың тағы да бір тактика, қазір олардың игнор жасап отқан себебі, мен лично солай ойлаймын, мен көрген анализім ғой, енді негізі политикаға араласып вообще керек емес екенін мен білем. Оны бәрі біледі да, сол үшін қазір үндемейміз, потому что несі жоқ, одан толық жоқ, бүкіл аташқалардың бәрі олар өліп қалу керек та, и новый поколение келеді, олар өліп қалғанын күту керекпіз да, біз ше. Бірақ оларда негізі өліп қаламыз деп арттарынша не істеп отқан жоқ, біледі да өліп қалатындарын, все равно арттарынан деген мал, қора, ол малының арттарынан қол салып тастаған неше түрлі документтерін алып тастап болатыр оның бәрі. Бұлардың бәрін жағдайы күшті бала шағаларына деген қора, түйе, жылқы бәрін істеп кеткен. Арттарына жасап кетіп жатыр да, енді білмеймін, өзінен артынан кетпейді ол. Түсінен баяғы заманда мысалы патша өлсе артынан 40 құлын, артынан жаңағы алтынын, жаңағы әйелдерін бәрін өлтіріп бірге көміп жүретін болғанда, қазір ондай емес та ол. Қазір ондай емес. Алтын адамды өмгендей көмбейді, олар түсінбей ма, білмеймін. Олардың қазіргі уақытта қолы бос емес, неден? Олар Қытаймен
біздің жерді сатып жатыр. Мен конкретно айтамын ше, қанша Астанада ше бизнес проект ұстап жүгіріп жүрген Қытай жетекші, біреуі завод ашқысы келіп жатыр, біреуі біздің Қазақстанның малымен бірдеңесімен айналысқысы келіп жатыр, құспен де айналысқысы келіп жатыр, итімен де, жемімен де, адаммен де. Не бар біздің Қазақстанда ше, бәрін олар бизнеске айналдырғысы келіп жатыр. Қытай бізге ше жаман қызығып жатыр олар ше. Қызыққа жартысы кіріп, сатылып кіріп қойды ғой. Мысалы мен жұмыстағы тәжік балалармен жұмыс жасаймын да, олардың да жарты жерін Қытайға сатып жіберген, например. Енді не дейсің енді? Олар ше Қытайлар деген ішкізеді ғой, адуши біздің депутаттар ішкізеді. Біздікілер берілмейді сонда да ше. Бір олардың депутаттар қазір қолышы бір проект мысалға ше Қытай келді, мен еліңізден ашам, конкретно сумманы көрсетті, жаңағы алдында болатын теманы көрсетті, қанша миллиард прибыль келетінін көрсетті. Олар миллион емес қой, миллиард триллиардтармен жұмыс жасайды олар. Соның бәрін алдына келіп көрсетеді жаңағы проекттің, и олар тұрады да, болам мен саған инвестор. Алло дейді, бәке өзінің кланына звондайды, короче, дерзкий тым ашық тұр, тартылсай дейді. Тартылады да, оның алдына 100 граммын құйады да, сосын уже кішкене настроениесі көтере алады дейді ше. Сосын тұрады да, короче, и настроениесі көтерген удачный проекттен кейін счет сұрайды. Бәрі настроениесі күшті болды ғой енді. Қытайлар Қазақстанның арағын ішті, виносын ішті, біздікілер Қытайдың бірдеңелерін тағы, олар бір-біріне жаңағы взаимопонимание, культура көрсетеді ғой енді бір-біріне тамақ ішкен кезде, біздің ет, біздің шай деген сияқты ше. И сондай моменттен кейін уже настроениесі күшті болған проекттен бізде чаевой аламыз жақсы. И жаңағы өздерінің қыздарына сондайды, алло, дорогая деп ше, жас өздерінің запаста жүргендеріне звондайды, короче, әйелдерін емес. Ал десе, олардың әйелдер түчу, ана жақта, мына жақта демалып, дизайнерский киіммен киім жүргендер олар. Сөйтеді, алло дейді, ал десе, дорогая, приезжай дейді, сосын бізге айтады, ана комната бос па, вип дейді, бос десең, забронируй на меня дейді. Хорошо, братан дейсің, ай жаққа барасың, броньды оқып қоясың, ал жаққа бар, екеуі жайға ырду-дырду, сол вип кабинка, біраз уақыттан кейін шығады екеуі, тағы чаевой жасайды, сосын настроение күшті ғой, ана қызға да, что ты хочешь, дорогая, я хочу шубу, дорогой, десе, все, мә саған шуба, болт, еще айфон, кажется, хочу, десе, дорогая, на тебе. В общем, бар ғой, ол жақта бәрі, міне, саусақтың ұшымен келіп жатыр бәрі. Олар ауыздарын ашып, қолдарымен шертсе болды. Түсіндіңіздер ма? Ана кісінің айтқанды, сіздердің халықтың мұңы, зары деген кімге керек қазір? Сен даже қазір көршіңнің проблемасын тыңдай алмайсың ғой? Жаңағы көршіңнің проблемасын. Көшеде терезеден біреу құлап сүрініп жатса да қызық емес болып қалған ғой адамдарға. Оларға тем более қызық емес, халықтан не болып жатқаны. Целый халықтан не болып жатқаны оларға тем более қызық емес.